Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бір жұмыртқамен 1 килограмм печенье жасауға болатын білесіз бе? Ендеше видеоны соңына. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды шағып аламыз және артынша 200 граммдай сахарный пудра салып, жақсылап араластырып аламыз. Артынша 1 қасық разахитель, 3 ас қасық крахмалымызды саламыз және бөлме температурасында тұрған ерітілген сары майымызды салып аламыз. Барлығын бір келкі болғанша араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін керегінше ұнымызды салып, жақсылап қамыр жасайтын боламыз. Осылай қолымызбен араластырып, орташа жұмсақтықтағы қамыр жасап аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Осылай жұмсақ болу керек. Енді дайын болған қамырымыздан кішкенеден үзіп алып, осылай домалақшалар жасап шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей домалақшалар жасап шығып, листімізге тізіп шығатын боламыз. Және қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Біздің бір жұмыртқамен жасалатын печеньеміз дайын болды. Жасалуы өте оңай, өте нәзік печеньенің бірі. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Бір жұмыртқадан 1 килограмм печенье шығаруға болады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Динара, ас болсын.